Баяғы заманда емес, дәл қазіргі заманда бір үлкен қалада түрлі көліктер тұратын. Бұл қалада бәрі де сөйлей алатын. Автобус, такси, жедел жәрдем, тіпті қоқыс машинасы да сөйлей алатын. Бірақ олардың ішіндегі ең ерекше көлік болатын. Оның аты Бекет, кішкентай электр көлігі еді. Бекет кішкентай болса да өте байқағыш және ақылды болатын. Ол қала көшелерін күнде аралап, үлкен көліктердің көмектесе алмайтын жерлеріне барып, адамдарға көмектесетін. Балаларға балабақшаға баруға көмектессе, кейде адасып қалған мысықты тауып беретін. Бір күні қалада үлкен дауыл болып, жолдарда ағаштар құлап, көліктер өте алмай қалды. Барлығы не істерін білмей тұрған кезде Бекет дос көліктеріне хабар берді. Бірігіп жұмыс істесек бәрін жеңеміз. Сөйтіп, күшті КамАЗ жолдағы ауыр ағаштарды көтерді. Жылдам жедел жәрдем жарақат алған адамдарға көмек көрсетті. Ал суға төзімді трактор шалшықтарды тазалап шықты. Ал Бекет ең тар көшелерге кіріп, қалған адамдарды құтқарды. Сол күннен бастап қала тұрғындары батыр көліктер бригадасын құрды. Ал кішкентай Бекет сол батырлардың көшбасшысы атанды. Содан бері балалар көліктерді тек темір емес, дос, көмекші, батыр ретінде көретін болды. Бекет пен оның дос көліктері күн сайын бір-біріне көмектесіп, қаланы таза әрі қауіпсіз ұстауға атсалысты. Бірақ бір күні қалаға ерекше бір жүк көлігі келді. Оның аты Зырылдақ Зіл еді. Ол алыстан келген, үлкен, жылдам әрі тым мақтаншақ болатын. Зіл алғаш келгенде, «Мен сияқты үлкен, күшті көлік бұл қалада бұрын соңды болмаған шығар. Мен бәрінен тезбін, мықтымын», деп кеудесін керіп сөйледі. Бекет сыпайы жауап берді. «Біз бәріміз командамыз. Мұнда кім күшті, кім әлсіз деген жоқ. Бастысы бір-бірімізге көмектесеміз». Бірақ Зіл Бекеттің кішкентайлығына күліп, оны менсінбеді. Сол түні қала сыртындағы тау жолында сел жүріп, бір автобус ішінде балалар қалып қойды. Үлкен көліктер ол жерге жете алмады. Жол тар әрі қауіпті еді. «Не істейміз?» деп уайымдады барлығы. Сонда Бекет, «Мен бара аламын. Менің кішкентайлығым, менің артықшылығым», деді. Ол зырлап жолға шықты. Биік тастар мен лай батпақтардан өтіп, автобусқа жетті. Ішіндегі балалар қорқып отыр еді. Бекет оларды жылы сөзмен жұбатып, бір-бірлеп қауіпсіз жерге жеткізді. Қалаға оралғанда барлық көліктері Бекетті қошеметпен қарсы алды. Сол кезде Зіл де ұялып, «Бекет, сен нағыз батырсың. Кішкентай болсаң да жүрегің үлкен екен. Мен сенен көп нәрсе үйрендім», деді. Содан бастап Зіл де мақтаншақтықты қойып, командамен жұмыс істей бастады. Ал Бекет қаланың кішкентай, бірақ ең батыл кейіпкері болып қала берді.